Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым, менің YouTube каналымның оқырмандары, Instagram каналымның оқырмандары. Менің қозғайын деп отырған тақырыбым жүктілік кезінде әйелмен жыныстық қатынасқа түсуге бола ма? Мынау көптеген сұрақтар осыған байланысты болып келеді. Осы тақырыпты қозғайын деп отырған себебім осыда. Мен үйлендім, әйелім көтерді, 2 қабат, бірақ мен жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Сосын басқа қызға барып қоямын, жетіп қоямын деп сұрақ қояды. Бұл жерде айта кету керек, әйеліңіз көтергеннен кейін әрине гинеколог дәрігерлерден тексеруден өтеді, бақылауында болады. Бұл әйел жүкті болған кезде оны учетқа қояды, яғни тіркеуге қояды. Осы 10 аптасында тіркеуге қоятын болса, ары қарай жергілікті гинеколог дәрігерлердің бақылауында болады. Басында бірінші триместр кезінде әрине әйелге жақындасу сирек болу керек. Не себепті? Өйткені бұл кезде әйелдегі баланың түсік тұстау қауіптілігі өте жоғары болғандықтан ары қарай сіздерге гинеколог дәрігерлер айтуы мүмкін. Бірінші триместрде сирек болу керек, ары қарай жақындасу керек. Ал енді бұл жерде негізгі мәселе, бұл әйелім көтеріп қойды, 2 қабат болды, мен жыныстық қатынасқа түспеймін, басқа әйелге барам деген ол қате көзқарас. Соған байланысты еркектер, сіздерге айтарым, бірінші триместр өтті ме, ары қарай уақытылы кәдімгідей әйеліңізге жақындасуға болады. Не себепті? Өйткені бұл ертеңгі күні мынау әйелдің ағзасы үшін де, сіздің ағзаңыз үшін де өте пайдасы болады. 9 ай бойы әйел баланы көтеріп жүреді. Сонан кейін мынау ай күні жақындаған кезде әйел адамның мынау роды дейді ғой, яғни босану жолдарының жақсы болуына байланысты босанудың жеңіл өтуі осы сіздерге байланысты болып келеді. Өйткені бұл бала босанған кезде әйел адамның ағзасында әртүрлі жыртылулар болуы мүмкін, разрыв дейді ғой. Соған апармас үшін әйел мен күйеуі әрине жақындасу, жиі жақындасу керек. Ертең күні баланың дұрыс босануына, әйелдің дұрыс босануына, баланың дұрыс жетіліп дамуына әрине бұл еркек пен әйелдің бір-біріне жақындасуы керек. Тағы да айта кеткім келеді, мынау 2 қабат кезінде кейбір жігіттер болады, басқа қыздарға барып, жаман жолда жүрісті қыздарға жақындап қойып, кейін әйелімен қосылып атқан ер жігіттер бар, ол жоқ емес. Оның қауіптілігі туралы айта кетейін. Бұл біздің клиникалық практикамда кездескен. Ертең әйелің жүкті бола тұра, сіз басқа жыныстық жолға түсу арқылы мүмкін сіз жыныстық жолмен берілетін ауруларды әйеліңізге әкеліп жұқтыруыңыз мүмкін. Осы арқылы бұл балаға да берілуі мүмкін. Өйткені қарап отырсаңыздар, кейбір жыныстық аурулардың ауыр түрлері жыныстық жолмен әйелге 2 қабат кезінде берілетін болса, әйелдің организмінде тұстау болмаса, мына баланың ары қарай дамай қалуы, замешай береміз, соғысқан алып келуі мүмкін. Осыны естен шығармау керек. Құрметті оқырман, сіз осы видеоны көріп отырған болсаңыз, демек өз болашақ ұрпағыңызға бейжай қарамайсыз. Тағы да қосымша ақпараттар алғыңыз келсе, менің телеграм каналыма тіркеліп алыңыз. Сілтемесі астында тұр. Мен сіздерді күтемін. Өйткені әр түрлі инфекция бұл адам ағзасына түскеннен кейін ол иммундық жүйесі әлсіреген болса, ол сол жерде жетіп ары қарай көбеюді қалайды инфекцияның. Өйткені әйел ағзасы мынау барлық ағзасындағы нәрді, бүкіл микроэлементтерді, бүкіл иммундық жүйесін балаға береді. Өйткені балаға қан арқылы жатырдан анадан балаға берілетін болғандықтан бұл жерде мынау жыныстық жолдағы инфекцияларды жұқтырып алу қаупі өте жоғары. Соған байланысты өз әйеліңізді қадірлеңіз, сонымен қатар мынау басқа жолға, бөтен жолға барып, әртүрлі инфекцияны жұқтырып, өз әйеліңізді, өз ұрпағыңызды улаудың қажеті жоқ. Соған айтарым сіздерге, мынау әйеліңізбен уақытылы түрде жыныстық қатынасқа түсіп отырсаңыз, ол сіздің болашағыңызға, әйеліңіздің дұрыс босануына жағдай жасайды. Аман болыңыздар. Мынау бүгінгі видеом ұнаған болса, астына лайк басып кетіңіздер, және біздің қоңыраушаны басып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Біздің Қазақстандағы қазақша урологияның дамуына бәріміз бірге атсалысып үлес қосайық.
сау сәлеметте болыңыздар.